Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода біз біле бермейтін адам ағзасында жүріп жатқан құбылыстарды зерттеп көрмекпіз. Дертке шипа арнасы сіздің белсенді жан екеніне сенімім мол. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес береді. Және осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберіңізді өтінеді. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екені бұрыннан ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінен бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып немесе қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер созылмалы аурудың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, В, Д, Е дәрумендерінен басқа бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар. Ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестериннің мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерімді маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа аз ғана түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шаштарыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін оны пешке салмас бұрын үстіне жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Жұмыртқаны таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті 2 жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгерістер болады? Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екенін ғылыми дәлелденген. Адам 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге сәйкес, жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеин көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігінен көз жанары нашарлай бастайды. Д дәрумені кальцийді толықтырады. Жұмыртқаның құрамындағы Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Жүрек, қан тамырлары ауруынан сақтайды. Ғалымдар жұмыртқа құрамындағы холестерин фосфатидтермен тең болғандықтан адам ағзасына зиянсыз екенін дәлелденді. Ол ағзадағы холестеринді жояды. Жұмыртқада омега-3 қышқылы бар. Ол жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алады. Салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамының жеңіл диетасын пайдаланып,
таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп, күні бойы көп тамақтанудан сақтайды. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Миға әсер ететін холин онкологиялық ауруларға да қарсы күреседі. Сондықтан жұмыртқаны тұрақты жеп жүрген әйелдердің 18%-ның сүт безі қатерлі ісігі азайған. Бала көтеруге пайдалы. Д дәрумені жыныстық гормондарға әсер етеді. В9 дәрумені бала миының тез дамуына көмектеседі. Сондықтан В9 дәрумені бала көтеретін әйелдерге қажет. Бір жұмыртқада 7 микрограмм дәрумен бар. Нидерланды ғалымдары зерттей отырып, жұмыртқа жейтін 35-40 жас аралығындағы 87% әйелдердің терісі жазылып, қызыл дақтары кеткендігі анықталды. Ал ерлердің көз айналасындағы майда жүмдер жоғалған. Таңғы асқа жұмыртқа жеудің пайдасы. Таңғы астың пайдасын біле тұра, бір тілім нан жемей жолға шығатын сәттер болады. Егер денсаулығыңызды дұрыстап, артық салмақтан арылып, күні бойы өзіңізді жақсы сезінгіңіз келсе, таңғы асты ұмытпау қажет. Таңғы асқа көбіне жеңіл әрі тез дайындалатын тамақ жеген дұрыс. Ал оның ең таптырмасы жұмыртқа. Ғалымдар жұмыртқаның пайдасы туралы көп айтады. Соның ішінен бірер қызықты деректерді жинап көрдік. Тойымды. Жұмыртқаның құнарлы екені бәріне белгілі. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, жоғары сапалы ақуыз бен пайдалы май бар. Бір жұмыртқаның өзінен А, В2, В5, В12 және селен дәрумендерін табуға болады. Бұған қоса аз мөлшерде кальций, темір, калий, мырыш, марганец сияқты пайдалы минералдары бар. Сол себепті жұмыртқа тойымды келеді. Ірі жұмыртқа 77 калория, 6 грамм ақуыз, 5 грамм пайдалы май және көмірсудан тұрады. Қан құрамдағы холестеринді ретке келтіреді. Жұмыртқа жоғарғы холестеринді өнім саналады. Оның құрамында 212 мг холестерин бар. Бірақ бұған қарамастан жұмыртқаны тұрақты пайдалану қан құрамында холестериннің артуына түрткі болмайды. Холестерин артерияда жинақталып, қышқылданатындықтан ағзаға зиян келтіреді. Алайда жұмыртқаның құрамында холестеринді тез ыдырататын антиоксиданттар көп. Ақуызға бай. Адам ағзасы ақуызды синтездеу үшін 21 түрлі амин қышқылдарын тұтынады. Оның 9-ын адам өздігінен өндіре алмайтындықтан күнделікті жеген тамағымыздан алады. Ал жұмыртқа амин қышқыл мен пайдалы ақуыздарға өте бай. Көзге пайдалы. Лютеин көз торында жиналып, күн сәулесінен қорғайтын антиоксидант. Осының арқасында көз аурулары асқынбай, сары дақ нашарламайды. Салмақ тастауға көмектеседі. Жұмыртқаның құрамында ақуыз бен май көп болғанымен көмірсу өте аз. Сондықтан жұмыртқа тойымды келеді. Рационыңызға жұмыртқа қоссаңыз салмақ тастауға болады. Өйткені жұмыртқаны аз мөлшерде жесеңіз тойғаныңызды сезесіз.